Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жүктіліктің пайда болуы және жүктілікке дайындық. Бұл өте үлкен тақырып және маңызды тақырып деп білем, себебі әрбір жас отбасы, жастар болашақта ата-ана болғандықтан олар өздерінің денінің сау болуына және болашақ балаларының дені сау болуына барынша өздерінің үлесін қосуы қажет. Және қалай дамып, қалай пайда болғанын білу әрбір адамға маңызды деп ойлаймын. Бірінші жүктіліктің пайда болуын айтайық. Жүктіліктің пайда болуы бұл ұрықтанудан басталады. Ұрықтану дегеніміз бұл аталық және аналық жыныс жасушаларының қосылуынан зиготаның пайда болуы. Ал бұл жаңа организмнің бастамасы болып табылады. Ұрықтану негізіне жынысты көбею және ата-анасынан ұрпағына тұқым қуалайтын белгілердің берілуі жатады. Яғни барлық ақпаратты 50% анадан, 50% әкесінен алады. Бір жыныстық қатынас кезінде 300 миллион сперматозоид қынапқа шығады. Біраз уақыт өткеннен кейін 1 миллиондағаны сыртқа шығып кетеді. Тағы бірнеше миллионы қынаптың қышқыл ортасында өліп қалады. Қынап бізде қышқыл орта болып табылады. Ол сперматозоидтың өмір сүруіне бірден-бір кедергі. Бірақ та соған қарамастан көп бөлігі сперматозоидтың қорғаныш элементтерінің арқасында ары қарай келесі белеске өтеді. Ол бізде жатыр мойны. Міне қынаптан өтеді, қынаптан кейін жатыр мойнына келеді. Жатыр мойнында бұл жерде тығыз жабық тұрады. Ол жерде әдетте каналында слиз тұрады, пробка сияқты слиз болып тұрады. Ал овуляция кезінде ол ақырындап жұмсарып ашылады. Овуляция дегеніміз мына аналық бездегі аналық жасушаның жарылып пісіп жетіп шығуы. Және бұл жерде шығып мына трубаның ең жуан жерінде ол сперматозоидты күтіп отырады. Аналық жасуша осы шейканың, яғни жатыр мойнының ашылуына септігін тигізеді және сперматозоидты тарту қасиеті бар. Яғни аналық без жыныстық қатынас болған кезде уже ол өзіне сол сперматозоидты тартатын белгілерін көрсетеді. Яғни жол тауып алу үшін сперматозоидқа сигналдар жібереді. Сперматозоидтар мына жатыр мойны өзегінен өтеді, бірақ бұл жерде қатпарлар болады. Қатпарларында сперматозоидтар қалып қалуы мүмкін және кейбіреуі сол қатпарлардан өте алмай қайтадан сыртқа шығып қалады. Қалған бөлігі жатырдың ішіне қарай енеді. Олар екіге бөлініп, жартысы оң, жартысы сол жақ трубаға барады. Бірақ өздеріңіз білетіндей, овуляция болған труба бір жақта ғана болады да, екінші жағы бос труба болып қалады. Бос трубаға қалған сперматозоидтар аналық жыныс жасушасын таба алмай сыртқа шығып қалады. Ал мына аналық жасуша күтіп отырған трубаға бағытталған сперматозоидтарда тағы бір үлкен белес күтіп тұрады. Мысалы, мына трубаның іші өте жіңішке, бұл жерде бұлшықет қабаты болмайды. Жатыр мысалы қалың бұлшықеттен тұратын болғандықтан ол өте созылыңқы, баланың 9 айлық көлеміне дейін ұлғая алады. Ал трубада, түтіктерде бұлшықет қабаты болмайды, сондықтан олар созылу қасиеті жоқ. Бұл трубаның мақсаты ұрықтанған аналық жасушаны жатыр ішіне қарай бағыттау болып табылады. Сондықтан оның ішінде щетка тәріздес кірпікшелер орналасқан. Және олардың бағыты, үнемі қозғалып тұратын бағыты болады. Оның бағыты жатырға қарай бағытталған. Яғни үнемі осылай қозғалып тұрады. Ал жаңа ғана келе жатқан сперматозоид үшін бұл өзінің бағытына қарсы, яғни бағытқа қарсы жүзгенмен бірдей болады, ағысқа қарсы жүзгенмен бірдей болады. Сондықтан бұл жерде үлкен белес, көптеген сперматозоидтар осыдан өте алмай сыртқа шығып қалады. Сонымен қатар ананың денесі
әйел адамның организмінің иммундық жүйесі осы сперматозоидтарды бөгде дене ретінде қабылдап, иммундық жүйе осы бөгде денелерге қарсы әрекет істей бастайды. Яғни сперматозоидтарды жою мақсатында иммундық жүйе жұмыс істей бастайды. Ал енді мына кірпікшелер кері бағытта болып жатқан, жұмыс істеп жатқан кірпікшелерде сперматозоидтар қалай ары қарай өтеді десеңіз, бұл сперматозоидтардың тағы бір ерекше элементінің арқасында олар гиперактивті болып кетеді. Белсенділігі одан сайын жоғарылап, бірден не қосады, жылдамдық қосып, ары қарай жылжиды. Ал мына трубаның ең жуан бөлігінде аналық жасуша күтіп отырады ғой. Осы аналық жасушаға ең алғашқы болып кірген сперматозоид аналық жасушаны ұрықтандырады да, қалғандарына жол жабық болады. Яғни бір аналық жасушаға тек бір ғана сперматозоид кіре алады. Бірақ та аналық жасушаның сыртында да сондай қабаты болады. Сәулелі тәж деп айтады оны. Ол да осы сперматозоидтарға жаңа бір кедергі көрсетуге тырысады, бірақ соған қарамастан гиперактивтілігін қоса отырып енген сперматозоид осы аналық жасушаны ұрықтандырады. Бұл ұрықтанған кезде бізде зигота пайда болады. Аналық жасуша мен сперматозоид қосылғаннан кейін анадан 23 хромосома, әкеден 23 хромосома қосылып, жаңа өмір 46 хромосомадан тұратын жаңа өмір басталады. Яғни дені сау адамда 46 хромосома болады. Бұл 50% анадан ақпаратты алып келеді және 50% әкеден ақпаратты алып келеді. Сонымен қатар ең маңызды білу қажет дүниелердің бірі бұл қыз бала не ұл бала екенін қалай анықтайды және ерте білуге бола ма десеңіз, 300 миллион бөлінген сперматозоидтардың ішінде қайсысы аналық жасушаға баратынын ешкім ертеден айтып біле алмайды. Яғни қайсысы баратынын біз мүлдем біле алмаймыз. Егер де мысалы әйел адамның жасушасында, яғни аналық жасушада тек X хромосома болады. Өйткені ол әйел хромосомасы болғандықтан X жиынтықты хромосома болады. Ал аталық хромосомада, әкелік хромосомада X та болады, Y та болады. Y деген бұл әкелік ер адамның хромосомасының жиынтығы болып табылады. Егер ұрықтандырған сперматозоид соңғы жиынтығында X хромосоманы алып келсе, онда қыз бала дүниеге келеді, ал Y хромосоманы алып келсе, ұл бала дүниеге келеді деген сөз. Сондықтан біз оны ертеден ешқалай біле алмаймыз. Тек қана 14-15 аптадан кейін УЗИ арқылы білуге болады және де хромосомалық диагностикалық зерттеулер арқылы, қан арқылы, анализ арқылы білуге болады, бірақ оның өзі 100% нақты айтып бере алмайды. Бұл дегеніміз, біз баланың жынысын ешқалай жоспарлай алмаймыз. Ондай нәрсе әлі ойланып табылған жоқ. Әрине, эко программасымен, яғни жасанды ұрықтандыру программасы арқылы көтеретін әйелдерде ұрықтың қыз не ұл екенін білуге болады, бірақ Қазақстанның заңнамасы бойынша ол ақпарат ешкімге айтылмайды, ол ақпарат зерттелмейді. Яғни қыз болса да, ұл болса да ұрықтанған жаңа ұрықты анасына салып береді. Келесі, енді мына ұрықтанған уже зигота қайтадан жатырдың ішіне барып беку керек қой. Алдыңғы сабақта айтқанымдай, жатыр бұл кезеңде өзі қабатын қалыңдата бастайды. Мына функционалды қабаты қалыңдай бастайды. Чтобы мына ұрықтанған зигота келгенше эмбриончикті өзі жабыстырып алу қажет. Әдетте қалыпты жағдайда 6-7 күн ішінде ол жатырдың ішіне барып бекінуі қажет. Осылай жүктілік пайда бола бастайды. Егер де мына ұрықтанған аналық жасуша мына жолда қалып қалатын болса, мына трубаның ішінде кірпікшелер бар дедім ғой, сол кірпікшелер оны тезірек жатырдың ішіне қарай бағыттап итереді. Ал егер
трубада қандай да бір қабыну процесі болатын болса, жыныстық жолмен берілетін инфекция болатын болса, онда мына кірпікшелер ісініп, ол жердегі жұмысы тоқтап қалады. Яғни бұл түтіктік жүктілік немесе трубная беременность, внематочная беременность деп айтады, жатырдан тыс жүктілікке алып келуі мүмкін. Себебі жатырдағы кірпікшелер жұмыс істемейтін болса, осы жерде ұрық қалып қояды. Және де осы жерде шамамен 4-5 аптаға, кейде 6 аптаға дейін жетіледі. Бұндай жүктілік ешқашан жалғастырылмайды. Оны міндетті түрде алып тастау қажет болады оперативті түрмен. Және дамыған елдерде бұны дәрілік жолмен алып жатады, бірақ оның да эффективтілігі өте төмен, және ол уақытынан бұрын анықталған болса. Көп жағдайда түтіктік жүктілікті тек жарылған кезеңінде ғана біліп жатады. Яғни мына түтіктік айттым, ол созылмалы емес, оның мына қабаты тек қана 5-6 аптаға дейін ғана өседі. 5-6 аптасында ол жарылып кетуі мүмкін. Сондай жағдайда ғана біз уже білеміз. Және оны оперативті түрмен трубаны алып тастау операциясы бойынша жасалынады. Егер де ерте біліп жатсақ, тубатомия жасауымызға болады, яғни трубаны кесіп, эмбрионды алып тастап, қайтадан трубаны тігіп жатады. Бірақ та бұл операцияның кемшіліктері көп, себебі труба өзінің қайтадан қалпына келу қасиеті жоқ деуге де болады. Яғни труба жабысып қалуы мүмкін, қайтадан өтімсіз болып қалуы мүмкін. Келесіде тағы да түтіктік жүктілік пайда болуы мүмкін. Енді мына ұрық, қалыпты жағдайда ұрық жатырға келіп бекіді. Бекігеннен кейін көп жағдайда ол артқы қабатына, алдыңғы қабатына немесе мына жатырдың түбіне бекиді. Бұл бекігеннен кейін шамамен уже задержка пайда болады, яғни менструация келмейді, жүктілік басталды деген сөз. Оны қалай білеміз десеңіз, календарыңызда сізде уже етекір келетін күннен асып бара жатады, яғни задержка болып жатады. Тест на беременностьпен анықтауға болады. Бірінші, екінші күні уже көріне бастайды, сезімталдығы жоғары тесттер болады, солармен анықтауға болады. Тағы да более достоверный метод определения беременности бұл ХГЧ тапсыру, қаннан ХГЧ тапсырады. Осы мына эмбрион бекігеннен кейін, бекіген орнында сондай ХГЧ деген гормон бөліне бастайды. Осы гормонның мөлшеріне қарай біз жүктілік бар ма, жоқ па анықтаймыз, және жүктілік жақсы дамып жатыр ма, жоқ па соны анықтаймыз. Және де бірден жүктілікті тест арқылы біле қойып, бірден УЗИға баруға болмайды, себебі УЗИда кішкентай сроктағы жүктілік көрінбейді, тек қана 5-6 аптадан кейін ғана түскен жөн. Және де баланың жүрек қағысы, ұрықтың жүрек қағысы 4,5-5 аптада дами бастайды, және УЗИда ол тек 5,5-6 аптасында ғана көрінеді. Сондықтан задержка болғаннан кейін 2 аптадан кейін ғана УЗИ түсуге кеңес беріледі. Енді жүктіліктің қалай дамитынын білдік, ол 9 айға дейін осылай дамиды, бірақ та осы жүктіліктің қалыпты болуы үшін барынша анасының да әкесінің де өзінің үлесін қосуы қажет. Яғни баланың денінің сау болуына, және осы этапта ешқандай бір кідірістер болмау үшін, кедергілер болмау үшін, және жүктілікке жақсы сенімді дайындалу үшін ертеден бастау қажет. Әрбір бала ата-анасы жанында болатындай бақытты отбасыда, толыққанды отбасыда дүниеге келуге құқысы бар. Сондықтан біз оның ондай құқысынан айыруға біздің құқымыз жоқ. Сол себепті жүктілікті ертеден ойластыру қажет, және жүкті болмас бұрын сіз өзіңіздің заңды некеде екеніңізге міндетті түрде мән беруіңіз қажет. Өйткені бала деген ол екі жақты жауапкершілікті талап етеді, сондықтан заңды некеде болу маңызды.
Жүктілікті бір жақты ғана жоспарлауға болмайды, жүктілікті екі жақты жоспарлау керек, және жауапкершілік 50-50 әкесінде де анасында да болу қажет. Сол себепті анасы гинекологқа, әкесі уроандрологқа міндетті түрде қаралу қажет, және әрі қарай қандай анализдер тапсыру керек, қалай дефициттерді толықтау керек, дәрігер міндетті түрде айтатын болады. Бүгінгі осы тақырыбымызда мен жалпы ақпаратты беретін болам. Бұл бірақ осымен жүктілікке дайындалу тоқтап қалды деген сөз емес. Сондықтан дәрігерге баруды кейінге қалдырмау қажет, негізі жүктілікке дайындалу барысында. Заңды неке туралы түсіндік, енді жыныстық қатынас басталмай тұрып, яғни ешқашан жыныстық қатынасқа түсіп көрмеген адамдарға сіз өзіңіздің болашақ жыныстық серіктесіңіздің ешқандай инфекциясы жоқ екеніне көз жеткізуіңіз қажет. Яғни, егер сізде ешқандай жыныстық қатынас болмаса, ал жолдасыңызда немесе жыныстық серіктесіңізде жыныстық қатынас бұған дейін болған болса, ода жыныстық инфекцияның жоқ екеніне, жыныстық жолмен берілетін инфекцияға тек қана мына жыныс мүшелеріне қатысты ғана инфекциялар емес, сонымен қатар ВИЧ, гепатит Б, С, сифилис инфекциялары да кіреді. Сондықтан оларға да міндетті түрде қаралу қажет. Егер сіз ешқашан жыныстық қатынасқа түспесеңіз, өзіңізден ВИЧ-қа, сифилисқа, гепатит Б мен С-ға қан тапсырып тұрғаныңыз жөн. Жылына 1 рет, бұл барлық адамдарға қатысты. Ал егер де жыныстық қатынасқа түсіп көрген болсаңыз, немесе партнеріңіз түскен болса, гонорея, микоплазма гениталиум, хламидия, трихомонадаға әйелдер жағынды, ер адамдар немесе зәр немесе жағынды тапсырады. Бұл міндетті түрде. Чтобы сіз егер де жыныстық қатынасқа түсіп көрмеген, ал жолдасыңыз, серіктесіңіз түскен болса, сізге жұғып кетуі мүмкін. Бұл өте маңызды. Себебі жүктілік кезінде кейде біз кейбір препараттарды тағайындай алмаймыз. Тағайындаған күннің өзінде де біз бірінші ананың жағдайына көбірек мән береміз. Ал препараттардың баланың жағдайына қаншалықты әсер ететініне кейде біз жауап бере алмаймыз. Сондықтан жыныстық жолмен берілетін инфекциялар сіздің ағзаңызға да, баланың да ары қарай дамуына өз әсерін тигізеді, және емдеуде жүктілік болған жағдайда қиынға соғады. Бағанағы айтқан трубная беременность, внематочная беременность осы жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың әсерінен болуы мүмкін. Яғни қабыну процесін осы инфекциялар шақыруы мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде өзіңіздің серіктесіңізді алдын ала тексеріп барып жыныстық қатынасқа түсуден ұялмаңыз, справка сұраудан мүлдем ұялмаңыз. Келесі, жыныстық қатынасқа түспей тұрып, адам папиллома вирусына қарсы вакцина алуға мен кеңес беремін. Әрине, бұл Қазақстанда қазіргі уақытта ересек адамдарға салуға әлі мүмкіндік жоқ. Шетелдерден, Грузия, Россия, Түркия, Арабия Әмірліктерінде, Таиландта салуға болады. Бұл 2 этапты кезеңнен өтетін вакцина. Қазіргі таңда бұл не үшін салынады дегенде, бұл адам папиллома вирусы немесе ВПЧ 70-80% жағдайда 16-18 типі рак шейки маткиді шақырады. Яғни, мына жатыр мойны рагын шақырады. Бұл жатыр мойны рагы Қазақстанда омырау обырынан кейін 2-ші орында тұрған, өте агрессивті, бастапқы кезеңдері бессимптомно өтетін сондай жаман бір обырдың түрі. Бірақ та біз осыны алдын ала аламыз. Қалай десеңіз, осы адам папиллома вирусының вакцинасын салу арқылы. Қазіргі таңда Қазақстанда 11 жастан бастап қыздарға осы салынады. Бұл дұрыс практика, себебі әлемде осы вакцинаны қолдана отырып, жатыр мойны обырының деңгейін 90%-ға дейін төмендеткен. Яғни, ол өзінің эффективтілігін шынымен де көрсеткен соңғы 15 жылдың көлемінде. Сондықтан бұл вакцинаны алуға егер мүмкіндігіңіз болса, шетелден алуға мүмкіндігіңіз болса, әрине қойдырғаныңыз жөн. Бұл келесі, жүктілікті жоспарлау негізі кем дегенде 3-6 ай көлемінде жүреді. Себебі
Мысалы сізде қандай да бір анализдерден дефициттер анықталған жағдайда оны қалпына келтіру, яғни тұрақты деңгейде ұстап тұру үшін кем дегенде 3 айдай уақыт кетуі мүмкін. Мысалға темір жеткіліксіз анемия. Көп жағдайда әйелдерде анемия бұл яғни ағзадағы темірдің жеткіліксіздігі, оның қалпына келу үшін 6 айдай уақыт қажет. Яғни кейде бір препараттар әйелдің ағзасына жақпай жатады, ол препаратты өзгерту керек болады. Одан кейін оның қалпына келу үшін 3-4 ай кетуі мүмкін, және осы деңгейді ұстап тұру үшін де тағы 1-2 ай препараттар қабылданады. Және темір жеткіліксіз анемия кезінде жүктіліктің тез болуы да қиынға соғады. Яғни анемия мен жүкті болу да кейде өз кедергісін көрсетіп жатады. Себебі мына біздің аналық жасушамыздың пісіп жетілуіне де осы анемия кері әсерін тигізеді. Анемия деген сөз бұл кислородтың, яғни оттегінің біздің клеткаларымызға, миымызға, бүкіл ағзамызға толыққанды жетпей жатыр деген сөз. Сол себепті біз аса мән беретін осы темір жеткіліксіз анемия. Темірді біздің ағзамыз жасап шықпайды, ол тек қана сырттан қабылданатын тамақ түрінде немесе препарат түрінде қабылданатын нәрсе. Сондықтан барынша темір құрамды тағамдарды көп тұтынуыңыз қажет. Яғни ет көбірек жеуіңіз керек, бауыр жеу керек, және де жеміс жидектер мен көк шөптерді де барынша көбірек қолдану қажет. Егер сіз қызамықпен, яғни краснухамен ешқашан ауырмасаңыз, немесе дәрігер сізді жібереді қан анализіне, сол кезде қызамыққа қарсы иммуноглобулин болмаса, қызамыққа қарсы екпе алған жөн. Себебі егерде жүктілік кезінде, особенно осы бірінші триместр кезінде, егер әйел адам қызамықпен ауырып қалған болса, ол балада 99%-ға дейін порокпен туылады. Ол қандай пороктар десеңіз, ол құлағының естімеуі, көзінің көрмеуі және жүрек ақауларымен бірге туылады. Бұл 3 ақау одномоментно, то есть тек құлақ естімей, тек көз ғана емес, барлық 3 порок бірге жүреді. Бұл осы краснуханың балаға бірден бір әсері. Сондықтан да міндетті түрде сіздің қалауыңызбен, әрине, егер алғыңыз келсе, алуға болады, алмаймын десеңіз, өзіңіздің жауапкершілігіңізде болады. Сондықтан краснухаға қарсы вакцина алған жөн. Бірақ та краснухаға қарсы вакцина алғаннан кейін тағы да 3 ай сақтанып жүру керек, тағы да 3 ай жүкті болуға болмайды, чтобы сіздің иммунитетіңіз қалпына келгенге дейін. Егер сізде қандай да бір созылмалы ауру болатын болса, міндетті түрде ол аурудың ремиссия немесе тыныш күйіне ауысуына дейін әрекет ету керек. Міндетті түрде өзіңіздің дәрігеріңізге барып, сіздің жүктілік кезінде қабылдауға болатын дозировкасын немесе препаратты ауыстыру қажет болады. Сол себепті міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Мысалы, көп әйелдер тісіне мән бермей жатады. Тістегі кариесте тіпті бүйректің қабынуына дейін алып келетін бірден бір себептерінің бірі. Сондықтан да жүкті болмай тұрып, міндетті түрде тісті емдету керек, кариестарды емдеу керек, және тістің күтіміне аса мән беру қажет. Әрине маңызды пункттердің бірі бұл салауатты өмір салтын ұстану. Бұл ер адамға да, әйел адамға да қатысты. Зиянды әдеттерден арылу, кем дегенде жүкті болмай тұрып 3 ай барлық зиянды әдеттерден ер адамда, әйел адамда арылу қажет. Барынша эмоциональды стресстардан арылу қажет. Витаминді тағамдармен тамақтану, көкөніс, жеміс жидек, ет өнімдері, балық өнімдерін көптеп қабылдау қажет. Түнгі ұйқы өте маңызды. 7-8 сағат кем дегенде, әйел адамдар тіптен 9-10 сағатқа дейін түнгі ұйқысын ұйықтауы қажет. Бұл да ағзаның қайттан қалыпқа келуіне, оның жыныс мүшелерінің гормондарының қалыпты жұмыс істеуіне өз септігін тигізеді. Және де түнгі ұйқы міндетті түрде қараңғы помещенияда, салқын, ылғалдандырылған помещенияда болу қажет. Бұл ұйқының тыныш және терең ұйқыға тез түсуге, гормондардың дұрыс бөлінуіне септігін тигізеді. Спортпен шұғылдану.
физикалық умеренный физикалық активность ол міндетті түрде қажет. Ол әйел адам болсын, ер адам болсын, міндетті түрде. Тіпті жүктілік кезінде де сол физикалық белсенділікті тастап кетпеу керек. Яғни жүкті болдым деп оны ауру сияқты қарауға болмайды. Далада жүру, бассейнге бару, сонымен қатар йогамен айналысу деген сияқты сондай жаттығуларды міндетті түрде жасау керек. Таңғы жаттығулар болсын, міндетті түрде шұғылдану қажет. Артық салмақтан арылу, немесе салмақ жетіспесе салмақ қосу, бұл да өте маңызды. Артық салмақ жүктілік кезінде өзінің кері әсерін тигізуі мүмкін. Ол жүктілік кезінде болатын қант диабеті, жүктілік кезінде болатын артериалды қан қысымының жоғарылауы, жүктілік кезінде ғана болатын преэклампсия, эклампсия сияқты ауыр жағдайларға алып келетін бірден бір факторлардың бірі. Сондықтан да тіпті жүктіліктің болуына да, пайда болуына да кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан артық салмақтан арылу қажет. Және салмақ жетіспеген жағдайда көп қыздарда әйел гормонының деңгейі төмен болып жатады. Әрине бұл қалыпты норматипті әйелдер емес, салмағы төмен, анорексичный сондай әйелдерде болып жатады. Сондықтан ондай әйелдерге міндетті түрде салмақ қосып, содан кейін жүктілікке дайындалу қажет. Ал енді салмағымыз жеткілікті ме, аз ба, көп пе, оны қалай білеміз десеңіз, ИМТ-ны санауға болады. Салмағыңызды килограмм мөлшерінде бөлесіз бойдың квадратына. Бойыңызды метр квадрат. Мысалы, салмағыңыз 60 болса, бойыңыз 1/6 болса, салмақ 60 килограммды бөлесіз 1/6, көбейту 1/6. Сонда қалыпты жағдайда 18 бен 24 әйел адамдарда, ер адамдарда 20-25 көлемінде болу керек. 18-ге дейін салмақ аз, 24-тен жоғары избыточный вес деген сөз. Сондықтан бұл нормаларға сәйкес болғаны жөн. Енді дәрілік заттарға келетін болсақ, әрине бұны дәрігер тағайындайды. Сіз приемға барған кезде сіздегі анықталған әртүрлі дефициттерге қарай, мысалы витаминдіңіз төмен болатын болса, оны қалыпқа келтіру керек. Немесе көп әйелдерде ТТГ төмен болып жатады. ТТГ төмен болған жағдайда жүктіліктің пайда болуы да қиынға соғады. Соның барлығы міндетті түрде дефициттеріңізге қарай дәрігер сізге тағайындайды. Бірақ маңызды витаминдердің бірі бұл фолий қышқылы. Фолий қышқылын міндетті түрде жүктілік дейін кем дегенде 3 ай қабылдау қажет. Бұл ер адамдарға да қабылдауға болады. Және жүктіліктің 13-14 аптасына дейін міндетті түрде қабылдау қажет. Бұл баланың нервная трубка деген болады. Яғни ол нервная трубкадан арғарай ми және де жұлынның дамып жетілуі болады. Егер де фолий қышқылы, фолий жеткіліксіздігі болатын болса, балада осы спинной мозгтың әртүрлі нервная трубканың ақаулары дамуы мүмкін. Бұл дәлелденген ақпарат, сондықтан міндетті түрде соған мән беріңіздер. Және де витамин D, бұл енді қазір көп адамдар ішеді, әрине ол дұрыс, бірақ та оны бірінші тексеріп алу қажет. Яғни егер де дефицит бар болатын болса, оны міндетті түрде нормаға дейін жеткізіп, одан кейін жүктілік кезінде оны қалыпты жағдайда ұстап отыру қажет. Себебі жүктілік кезінде біз үлкен дозировкадағы емдік дозировканы тағайындай алмаймыз. Өйткені жүктілікке кері әсерін тигізуі мүмкін. Тек 4000 дозировкаға дейін рұқсат етілген. Әдетте 1000-2000 единица дозировкасы бұл жүктілікке өзінің жақсы пайдасын тигізетін мөлшер деп айтылады. Бұл витаминдерді ер адамда, әйел адамда ішеді. Сонымен қатар дәрігер сізге омега, йод, кальций, темір препараттарында тағайындауы мүмкін. Бұл сіздегі дефициттерге байланысты. Мысалы, егер де сіз аптасына кем дегенде 1 рет балық өнімдерін жемейтін болсаңыз, омега 3 ішкеніңіз абзал. Және де йод препараттары да өте маңызды жүктілік кезінде. Сіздің қалқанша безіңіз бұл балаға да, өзіңізге де 2 адам үшін жұмыс істейтін болады. Сондықтан йод жеткіліксіз аймақта тұрғандықтан, оның үстіне жүктілік кезінде 2 есе жұмыс істеу қажет болғандықтан, йод тапшылығы болып жатады. Сондықтан йод препараттарын ішу қажет. Кальций препараттары
және темір препараттары ол дәрігер тағайындайды, 20 аптадан кейін тағайындап жатады. Әдетте екінші триместрден кейін темірге деген темір қажеттілігі 9-10 есеге дейін артып кетеді. Яғни баланың активті өсіп жатқан кезінде темір препараттары өте маңызды, өте бір қажетті нәрсе. Себебі әйел ағзасындағы темір барынша сол баланың дамуына қарай бағытталғандықтан әйелдің өзіне жеткіліксіз болып, әйелде әлсіреу болады, шаршағыштық болады, тәбеттің төмендеуі, сондай әртүрлі симптомдар пайда бола бастайды. Сондықтан темір препараттары міндетті түрде дәрігер тағайындауы бойынша дозировкасы анықталады. Дәрігер жүктілік жоспарлайтын әйелге бірнеше анализдер тапсыруға жолдама береді. Оның барлығын сіз поликлиникаңызда, тұрғылықты жергілікті мекемеңізде тапсыруыңызға болады. Және егер жүктілік болған жағдайда 12 аптаға дейін міндетті түрде учетқа тұру қажет заңнама бойынша. Сонымен қатар жүктілікке дайындалғаннан кейін өзін ауру сезінбейтіндей эмоционалдық жағдайына аса мән беру қажет. Өйткені көп әйелдер жүктілікке кейде бейжай қарайды, кейде аса вниманиясын сол жүктілікке ғана бағыттап қояды да, активтілігін төмендетіп тастайды. Олай істеуге болмайды. Сіздің балаңыздың да дұрыс дамып жетуіне, сіздің де рухыңыздың да тәніңіздің де жақсы деңгейде болуына сіз жауап бересіз. Сондықтан барынша өзіңізге жауапкершілікпен қарауыңыз қажет. Енді мынандай жиі қойылатын сұрақтар: жыныстық қатынасты неше жастан бастауға болады дейді. Жыныстық қатынасты ой санасы жетілген, кәмелет жасына толған ересек адамдардың арасында болатын табиғи құбылыс болып табылады. Сондықтан барынша 18-ге толған кәмелеттік жасқа жеткеннен кейін ғана жыныстық қатынасқа түсуге кеңес береміз. Алайда алдыңғы сабақтарда айтқанымдай, біздің Қазақстанда, әлемде жыныстық қатынасқа түсу жасы ерте, 16,5 жас Қазақстанда. Осындай болған жағдайдың өзінде де біз жастарға өзіміздің көмегімізді тигізуіміз керек. Яғни оларда болашақта репродуктивті жүйесінде бала сүю функциясына кедергі келтірмейтіндей қауіпсіз жыныстық қатынас болуына барынша үлесімізді қосуымыз қажет. Яғни біз жыныстық қатынасқа түсіп қойған екен деп, оларды шеттетіп, оларға ақпарат бермей қоюымызға болмайды. Оларға барынша келесі жыныстық қатынасқа түсерде немесе жыныстық серіктес таңдау барысында дұрыс жол бағыт көрсетуіміз керек. Яғни қалыпты жағдайда, дұрыс жағдайында ол некеде болуы қажет. Жыныстық серіктесіңізбен бірге сіз некеде болуыңыз қажет. Сіздер 18 жасқа толған некеге сай жаста болуыңыз керек деген сияқты пункттерді білгені жөн. Неліктен жыныстық өмірді ерте бастауға асықпаған дұрыс? Әрине, жыныстық жолмен берілетін жыныстық қатынасқа ерте түсетін қыздар, ұлдар, олар оның салдарларын біле бермейді. Яғни олар контрацепция қолданбайды, инфекциялардан сақтануды түсінбейді, немесе тіптен жүктілік пен жыныстық қатынасты байланыстырмайтын жағдайларда болады. Яғни олардың ой санасы физикалық тұрғыдан да, эмоционалдық тұрғыдан да олар әлі толық жетіліп бітпеген. Сондықтан олардың ағзасында әртүрлі асқынулар болуы мүмкін. Сондықтан барынша жыныстық қатынасты кейінге қалдыру үшін біз барынша көп ақпаратты айта алуымыз қажет. Жыныстық қатынаспен берілетін инфекциялардың ішіне ВИЧ-СПИД те кіреді. Одан қалай сақтану керек екенін, сонымен қатар егер де ерте жыныстық қатынасқа түсіп қойып, жүктілік болған жағдайда сол балаға жауапкершілік алу керек екенін, ата-ана болу үшін оған ересек деңгейде болу керек екенін түсіндіретін болсақ, дұрыс ақпарат бере алатын болсақ, жастар да ондай артық жауапкершілікті алғысы келмей, жыныстық қатынасты кейінге шегеруді жөн көретін болады. Жыныстық қатынаспен айналысқанда қажетсіз жүктілікпен
қалаусыз жүктілікпен жыныстық жолмен берілетін инфекциядан қорғану мүмкін бе? Әрине, 100% контрацепция әдісі жоқ. Әрбір адамның репродуктивті жоспарларына қарай, мысалы қанша уақыттан кейін балалы болғысы келеді деген сияқты жоспарларына қарай біз контрацепция әдістеріне кеңес береміз. Мысалы жыныстық серіктесі көп әйелдерге біз мүшеқап қолдануына кеңес береміз. Ал жыныстық қатынасы жиі, бірақ бір партнермен өмір сүретін болса, оларға таблетка түріндегі контрацепция әдісін тағайындаймыз. Ал босанған ұзақ уақыт, бірнеше жылдар бойы жүктілікті жоспарламайтын әйелдерге біз спираль салуға кеңес береміз, және де қандай да бір жыныстық жолдарында ақаулары, аурулары бар болатын болса, біз гормоналды терапияны қоса отыра контрацепция әдістерін тағайындаймыз. Бірақ та жыныстық жолмен берілетін инфекциялар мен қалаусыз жүктіліктен қорғану мақсатында ең бірінші мүшеқапты қолданған дұрыс. Жүкті болуға мүмкін болатын қауіпті күндер. Қауіпті күндер деп отырғанымыз бұл овуляция күндері, яғни овуляция күндері дегенде овуляция бір күнде болады, и плюс-минус 3-4 күн қай күні екенін нақты біз біле алмаймыз деп алдыңғы сабақта айтқан болатын. Сондықтан примерно білетін күндер, яғни сондай созылыңқы, мөлдір, выделениялардың пайда болған күндері, және шамамен келесі менструациядан 14 күн бұрын уақытқа сәйкес келіп жатады. Және осындай күндері, егер сіздің циклыңыз тұрақталған және примерный күндерді сіз өзіңіз біле алатын болсаңыз, сол күндер қауіпті күндер, яғни жүкті болып қала алатын опасные дни деп атайды. Оған дейін немесе одан кейін жүкті болу шансы төмендейді. Бірақ та бұлай жүктіліктен қорғану әдісі, бұл табиғи жүктіліктен қорғану әдісі деп атайды ғой, ол сенімді емес, және оның эффективтілігі тіпті 50%-ға да жетпейді. Сондықтан барынша қауіпті күндер болсын, басқа күндер болсын, басқа сенімдірек контрацепция әдістерін қолданған жөн. Түсік жасатудың салдары қандай? Түсік, яғни аборт, бұл әрине жай нәрсе емес, ол да бір операция сияқты, мини операция деуге де болады. Бірақ та бізде жас қыздарға және мерзімі төмен, мерзімі аз жүктілік кезінде медикаментозды аборт жасалады. Медикаментозды аборт ең қауіпсіз аборт түрі болып табылады. Сонымен қатар жатыр ішін қыру, вакуум аспирация, яғни сору әдісі арқылы аборт жасатылып жатады. Егер де медициналық жерде жасалынатын болса, дәрігердің қарауында жасалатын болса, барынша қауіпсіз деуге болады. Бірақ та әрине бұл жатыр ішіне жасалатын манипуляция болғандықтан, кей жағдайда бір түсіктен кейін қыздар көтере алмай жатады, немесе кейбір әйелдер 10-15 түсік жасатып бәрібір де көтеріп жатады. Сондықтан бұл әрине нақты айталатын факт емес. Сондықтан аборт өзінің салдары, ең қауіпті, ең өкінішті салдары бұл бедеулік, және де жатыр ішінде қандай да бір инфекциялар болса, жатыр қынапта қандай да бір инфекциялар болатын болса, осы аборт кезінде сол инфекциялар жатыр ішіне түсуі мүмкін, жатыр түтіктеріне бару мүмкін, және де ары қарай қабыну процесін шақыруы мүмкін. Сонымен қатар гормоналды бұзылыстарға алып келуі мүмкін, циклдың бұзылуы, яғни сондай жаман асқынулары болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, жаза беріңіздер. Так, бой мен весті қалай өлшетін тағы айта аласыз ба дейді. Бойыңызды көбейтесіз бойыңызға, то есть мысалы 1/6-ны 1/6-ға көбейтесіз. Осы шыққан санды сақтап аласыз есіңізге, содан кейін салмағыңызды осы санға бөлесіз. Мысалы бойыңыз 1/6 делік, 1/6-ны көбейтем, 1/6
менде шығады 2,56. Егер менің салмағым 60 болса, 60-ты мен бөлемін 2,56-ға. Сонда 23,4 шығады. Яғни 23,4 деген бұл қалыпты ИМТ болып табылады. Қайтадан қойып қойайын, жерден сіздер сақтап алыңыздар. Так, енді тағы қандай сұрақтарыңыз бар, жаза беріңіздер. Алдыңғы тақырыптар бойынша сұрақтар болса да жазсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, осымен сабағымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен акушер-гинеколог Айза Мұратқызы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.